Құрметті тұрғындар, интернетте, яғни ашық ақпаратта әр түрлі алып-қашпа әңгімелер көп. Тұрғындарға компенсация қалай төленеді, қандай мүлік жатады, кімге жолығу керек? Бұл жерде сіздер алаяқтардың құрығына ілінбес үшін мен сіздерге қысқаша ғана алгоритмді айтып өткім келеді. Ең бірінші, егер сіз зардап шеккен болсаңыз, мүлкіңіз, оның ішінде жылжымайтын мүлкіңізге суға кетсе, бүлінсе, бұзылса, сіз ол туралы жергілікті әкімдікке арызбен жолыға аласыз. Арызға сіз екі құжатты тіркейсіз. Ол бірінші сіздің жеке куәлігіңіздің көшірмесі, екіншісі сіздің бүлінген, бұзылған немесе құлап қалған үйіңіздің тізімі, яғни тізбесі. Осыдан кейін ғана барып әкімдік тиісті комиссияны құрады, сіздің жергілікті тұратын жеріңізге комиссияны жолдайды және акт жасалып бағалау ұйымдастырылады. Бағалау деген сізге тегін, және ол жерде бүлінген мүліктің, бұзылған мүліктің жағдайын бағалайды. Қанша оған қаражат керек, яғни оны жөндеу үшін, немесе ол жөндеуге келеді ме, келмейді ме. Осының барлығына акимат, яғни уақыт бөліп жұмыстанғаннан кейін сізбен бағалау қорытындысымен таныстырады. Егер де сіз бұл қорытындымен келіссеңіз, әкімдік тиісті қаражатты бөлу туралы шешімді қабылдайды, ал келіспесеңіз, оның бұндай дау-дамайлар сот органдарында қаралады. Осы процедуралардың барлығына заңнамамен 30 күнтізбелік жұмыс күні берілген, және осы уақыттың ішінде сіз өтемақыны мемлекеттен ала аласыз.